Сәлем достар, сіздер Юрта онлайн арнасындасыздар және мен Жандос Сейдалин. Сіздердің назарларыңызға өзекті жаңалықтарды дайындадық. Өткен аптадағы жаңалықтарды Қазақстан үшін ғана емес, орталық Азияның көптеген республикалары үшін бұрын соңды болмаған оқиғадан бастайық. ArcelorMittal Теміртау компаниясы Қазақстанға қарсы талап қоюдан және талап қоюдан толық бас тарту туралы келісімге қол қойды. Бұрынғы меншілік иелерімен сәтті келіссөздер нәтижесінде бұл келісім республикаға 3 миллиард 214 миллион доллар үнемдеуге мүмкіндік береді. Ал 180 мың адам тұратын Теміртау қаласының қала құраушы кәсіпорны сақталады. Бұл елдің инвесторлар арасындағы беделі үшін де, республиканың орталық бөлігіндегі әлеуметтік шиеленісті төмендету үшін де маңызды. Компания жыл сайын шамамен 3,2 миллион тонна болат өндіреді. Орталық Азияда мұндай көлемдегі өндірушілер жоқ. Қазақстан жаңа жылдан бастап ОДКБ-ға төрағалық етеді. Осы ұйымның ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысында Қасым-Жомарт Тоқаев ұйымның ең маңызды тақырыптары лаңкестікпен күрестен бастап ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстармен күреске дейін еске салды. Ол Мәскеу мен ұйымның әрбір мүшесі, оның ішінде Қазақстан арасында ортақ зымыранға қарсы қорғаныс, яғни әуе қорғанысы жүйесін құру туралы халықаралық келісімдердің жасалуы маңызды кезең болғанын атап өтті. Енді ОДКБ-ға мүше елдердің аспаны сенімді қорғалатын болады. Қазақстан үшін ОДКБ-ға мүшелік ерекше маңызға ие, өйткені тұрақсыз Ауғанстан өте жақын. Қазақстанда тыйым салынған таліптер Кабулда билікте, бірақ сонымен бірге бұл ел Сирия мен Ирактан қалдықтары көшірілген ислам мемлекеті үшін база болып қала береді деген дерек бар. Демек, Қазақстанның ОДКБ-ға алдағы төрағалығы мемлекетімізге өз мүддесі үшін осы ұйымның күшті жақтарына сүйенуге мүмкіндік береді. Мысалы, орталық Азияға қатысты қауіптерге қарсы тұруға назар аудару керек. Қазақстан қорғаныс министрлігінің басшысы Руслан Жақсылықовтың Дохаға сапары барысында Қазақстан мен Катар арасында әскери ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Тараптар өзара мүдделі әскери ынтымақтастықтың перспективалық бағыттарын талқылады. Биыл Катар мен Қазақстан дипломатиялық қарым-қатынасының 30 жылдығын атап өтті. Ақтау портынан қазақстандық мұнай экспорты 50%-ға өсті. Ағымдағы жылдың 11 айында Ақтау портынан қазақстандық мұнай экспорты өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 50%-ға өсіп, 3 миллион 62 мың тоннаны құрады. Бұл ақпаратты Қазтрансойл акционерлік қоғамы магистральдық мұнай құбыры бойындағы Қазақстанның ұлттық операторының баспасөз қызметі таратты. Компания мәлімдемесінде Ақтаудан мұнай тасымалдау көлемінің артуы Баку мен Махачкала портына жөнелтілетін шикізат көлемінің ұлғаюымен байланысты екені атап өтілген. Бұған дейін Қазмұнайгаз компаниясы мен Әзербайжан Республикасының мемлекеттік мұнай компаниясы Сокар арасында теңіз кен орнынан Баку-Тбилиси Джейхан мұнай құбыры бағыты бойынша жылына 1,5 миллион тонна мұнай тасымалдауды көздейтін келісім жасалған болатын. Сонымен қатар Қазақстан Германияға мұнай жеткізеді. Астана мен Мәскеу қазақстандық мұнайды 2024 жылы Дружба мұнай құбыры арқылы Германияға тасымалдаудың техникалық мүмкіндігі туралы келісті. Энергетика министрлігі 1,2 миллион тоннаға дейінгі көлем туралы айтқан болатын. Қазақстан Ресей мен Қытайды жаңа бағыт арқылы байланыстыратын кеме каналы, порт және темір жол салуды жоспарлап отыр. Шығыс Қазақстан облысында Зайсан көлінің жағасында Ертіс өзеніне қосылатын кеме қатынасы шлюзі пайда болады деп болжануда. Ол жерде порт болады. Содан Қытаймен шекараға дейін ұзындығы 99 шақырым болатын темір жол салынады. Жаңа бағыт бойынша күтілетін жүк тасымалдау көлемі жылына 2,5 миллион тоннаны құрайды. Қазақстан сыртқы істер министрінің Румынияға алғашқы сапары екі жақты қарым-қатынастар тарихында орын алды. Сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу румыниялық әріптесі Уминика Адабескумен кездесті. Сауда-экономикалық, саяси және мәдени салалардан бөлек Транскаспий халықаралық көлік бағытының әлеуетін дамыту жөніндегі ынтымақтастық келіссөздер тақырыбы талқыланды. Сондай-ақ Мұрат Нұртілеу Румыния премьер-министрі Марсель Чиолукамен және парламент сенатының төрағасы Никола Чиукамен келіссөздер жүргізді. Колаку Қазақстанның Евроодаққа энергия ресурстарын жеткізудегі маңызды рөлін атап өтті.
21 ғасырда мемлекеттеріміз арасындағы тату көршілік пен одақтастық туралы шартқа қол қойылғанына 10 жыл толуына арналған салтанатты қабылдау барысында Ресей елшісі Алексей Бородавкин Қазақстан Ресейдің ең жақын одақтасы деп хабарлады. Сондай-ақ ресейлік дипломат Астанадағы генерал Памфилов пен 28 Памфиловшы батырдың ескерткішіне гүл шоғын қойды. Салтанатты шара 1941 жылы 5 желтоқсанда Мәскеу түбіндегі кеңес әскерінің қарсы шабуылына арналған болатын. Қазақстанның Атырау және Маңғыстау облыстары тұрғындарының су құбырларына Ресейден су келе бастады. Бұл республика халқы мен ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын 60 мың текше метрге дейін жеткізетін Астрахань-Маңғышлақ магистральды су құбырын кешенді қайта жаңғыртудан кейін мүмкін болды. Закавказьеден жақсы жаңалық бар. Армения мен Әзербайжан тұтқындармен алмасты. Ереван 2 әскери қызметкерін Бакуге, 32 әскери қызметкерін Баку Ереванға қайтарды. Екі ел шекараны демилитациялау комиссиясында құрды. Армения әділет министрінің орынбасары Ара Мыкыртчан оны қабылдау нәтижесінде комиссия мүшелеріне делимитация және демаркация процесіне негіз құру мүмкіндігі берілгенін атап өтті. Олар болашақта екі ел арасындағы мемлекеттік шекара туралы құжатқа қол қоюға да үлес қосуы мүмкін. Ал Қырғызстан мен Тәжікстан тағы 47 шақырымдық шекараға келісті. Шекараның шамамен 162 шақырымы анықталмаған. Қырғызстан денсаулық сақтау министрлігінің басшысы күтпеген жерден Бішкектегі балалар жедел жәрдем ауруханасының жұмысын тексерді. Алымқадыр Бейшеналиев кезекте тұрған азаматтардың арыз шағымдарына осылай жауап берді. Бұған дейін министр ауруханаларға жай киім киіп, қарапайым азамат ретінде тексергенін айтқан. Ыстықкөлде Қойсу су электр станциясының құрылысы басталды. Оған Ресей Қырғыз даму қорынан 5,1 миллион доллардан астам қаржы бөлінген. Нысан Шоң-Сары-Ой ауылында, болжам бойынша келесі жылдың қыркүйек айында ашылады. Су электр станциясының қуаты Ыстықкөл облысының электр энергиясына деген қажеттілігінің 20%-ын өтейді. Өзбекстаннан жанармай құю бекеттерінде газ тапшылығы туралы ақпарат келді. 13 желтоқсанда Ташкенттегі және Өзбекстанның тағы 5 облысындағы автогаз сақтау компрессорлық станцияларының жартысы аязды жағдайда тұрғандарды газбен қамтамасыз етуді іркеліс болмас үшін жұмысын тоқтатты. 1179 жанармай құю бекетінің 547-сі таңғы 6-дан түскі 12-ге дейін жұмыс істеді. Үкімет қыс мезгілінде газдың өткір тапшылығын болдырмау шараларын қолға алды. Жақын арада Өзбекстан ішкі нарықтағы тапшылықты жабу үшін Ресеймен 2 жылға газ жеткізу туралы келісім жасады. Сондай-ақ Орталық Азия энергетикалық ресурстармен қамтамасыз ету үшін Ресей, Өзбекстан және Қазақстанның үштік газ одағы құрылды. Газ Ресейден Өзбекстанға тартылатын құбыр арқылы Қазақстан арқылы өтеді. Жақында Қырғызстан Республикасы газ одағына қосылды. Өзбекстандағы шетел капиталы бар кәсіпорындар саны бойынша Ресей көш бастап тұр. 2023 жылдың 7 айында ресейлік кәсіпкерлер мұнда 425 кәсіпорын құрды. Мысалы, Ресейдің ФСК көлік тобы Өзбек тарапына логистикалық бағыттарды дамытуға және Өзбекстан мен Ресей Федерациясы арасындағы контейнерлік тасымал көлемін арттыруға көмектеседі. Ал тағы бір ресейлік компания Қашқадарияда құны 300 миллион доллар болатын тау шаңғысы курортын салады. Бұл жобаға Шахрисабздағы Гелон ауылында 2,16 мың гектар жер бөлінетін болды. Шаңғы тебу шаралары 2026 жылдың желтоқсанына қарай жоспарлануда. Бейжіңде қалысқан жоқ. Ташкент маңында қытайлық микрочип шығаратын зауыт салынады. Жобаның құны шамамен 1 миллиард долларды құрайды. Ол 2024 жылы іске қосылмақ. Соңғы уақытта Өзбекстан мен Түркменстан ынтымақтастықты белсенді дамытуда. Атап айтқанда олар трансшекаралық сауданы дамытуға, жүк және жолаушылар тасымалдауды арттыруға бағытталған бірлескен жобаларды қолға алып, жүк көлігі жүргізушілеріне визалық талаптарды жеңілдету мүмкіндігі талқылануда. Өзбекстан азаматтары да Сауд Арабиясына жиі ұшатын болады. Екі ел рейс санын аптасына 35 ретке жеткізу туралы келісімге келді. Ал Мәскеуде жаңа жылдық мерекелерде араб туристерінің легі күтілуде. Ресей туристік индустрия одағы таяу шығыстан келген саяхатшылар қонақүйге тапсырыс берудің рекордтық санын хабарлады. Туристердің көбі қысқы демалысқа Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы, Түркия және Кувейттен келеді деп хабарланды. Биыл олардың саны TMT елдерін қоса алғанда барлық шетелдік қонақтардың шамамен 40%-ын құрайды. Бұл туристік ағымның өсуіне қалыптасқан әуе қатынасы да, тартымды бағалар да, сондай-ақ араб бақ беттеріндегі Ресейдің оң имиджі де ықпал етуде. Талибан Өзбекстан электр энергиясын жеткізу келісімін ұзартты. Ташкентте Ауғанстанның
Дабс энергетикалық компаниясы мен Өзбекстан ұлттық электр желілері акционерлік қоғамы арасында жаңа келісімге қол қойылды. Ал Тәжікстан орталық және оңтүстік Азияның энергетикалық нарықтарын байланыстыратын және Тәжікстан мен Қырғызстан газын Ауғанстан арқылы Пәкістанға жеткізетін Каса 1000 жобасы бойынша жұмысты қайта бастауды талап етуде. Душанбе Тәжік учаскесінің 70% аяқталғанын және 280 шақырым электр желісінің тартылғанын хабарлады. Ауғанстан жұмысының 8%-ын ғана аяқтап, 570 шақырымдық электр желісінің 47-сі ғана тартылған. Неге? Өйткені Дүниежүзілік банк 2021 жылдың тамызында үкімет ауысқан соң Ауғанстанға көмек көрсетуді тоқтатқан болатын. Рас, бұл әлемдік қаржы ұйымы Душанбе мен Бішкекке жобаға қосымша қолдау көрсетуге уәде берілді. Еске салайық, Талибан лаңкестік әрекеті үшін Біріккен ұлттар ұйымының санкцияларында. Алайда аймақ республикалары Ауғанстандағы тұрақтылық бүкіл орталық Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздіктің кепілі екенін түсінеді және осы елмен ынтымақтастықты жалғастырып, оның халқына гуманитарлық көмек көрсетуді жалғастыруда. Айтпақшы, Қытай Талибан үкіметін мойындап, Кабулда елшілігін ашты. Төраға Си Цзиньпин ақш-Қытай ұлттық сауда кеңесінің 50 жылдығына арналған іс-шараға жолдаған құттықтау жолдауында Қытай ақш қарым-қатынасының салауатты, тұрақты және тұрақты дамуы үшін Америка Құрама Штаттарымен дайын екенін атап өтті. Алайда ақштың Қытайдағы елшісі Николас Бернс халықаралық қатынастар кеңесінде сөйлеген сөзінде ақш пен Қытайдың Украина мен Газа секторы төңірегіндегі әскери қақтығыстар бойынша келісімге келмегенін айтты. Бұған дейін ақш қорғаныс министрінің үнді және Тынық мұхитындағы қауіпсіздік мәселелері жөніндегі көмекшісі Эли Ратнер Пентагонның мәліметінше Қытай Украинаға қарсы соғыста Ресейді қолдап отырғанын айтқан. Владимир Путин Ресей мен Қытай арасындағы ынтымақтастықтың деңгейін бұрын-соңды болмаған деп атады. Reuters агенттігінің хабарлауынша, жапондық жойғыш ұшақтар Қытай мен Ресей ұшақтарының Жапония теңізі мен Шығыс Қытай теңізі суларында Ресей әскери ғарыш күштері мен Қытай әуе күштерінің бірлескен патрульдік жұмыстарын жүргізуіне байланысты әуеге көтерілді. Бұған дейін Қытай Жапониядан Қытай мен Ресей қарулы күштерінің аймақтағы бірлескен патрульдік жұмыстарына кедергі келтіретін қажетсіз шараларды қабылдауды тоқтатуды талап еткен. Бейжің мұндай рейстер кезінде Қытай мен Ресей халықаралық заңдарды қатаң сақтайды деп мәлімдеген. CNBC хабарлауынша, Үндістан Гонконгты басып озып, әлемдегі 7-ші ірі қор нарығына айналды. Қараша айының соңында Үндістанның ұлттық қор биржасы Гонконгтың 3,984 триллион доллармен салыстырғанда 3,989 триллион долларға бағаланды. Үндістанның Nifty 50 индексі биылғы жылы шамамен 16%-ға өсті және өзінің 8-ші жылына қатар жақындап қалды. Гонконгтың эталондық Hang Seng индексі бүгінгі күнге дейін 17%-ға төмендеп, Азия тынық мұхитының ірі нарықтар арасындағы ең нашар көрсеткішке айналды. Еуразиялық экономикалық одақта 2024 жылы кәсіпкерлер мен тұтынушылар арасындағы сенімді нығайтуға ерекше көңіл бөлінетін болады. Еуразиялық экономикалық комиссиясының тиісті консультативті комитетінің отырысында Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің 2024 жылы басымдықтарға айналатын тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі консенсус әрекеттері бағдарламасын іске асыруға байланысты жұмыс бағыттары талқыланды. Мүше мемлекеттер деңгейінде тұтынушылар мен кәсіпкерлердің өзара әрекеттесу мәселелерін ашық және жан-жақты талқылау Еуразиялық одақтың ашық және әділ тұтыну нарығын дамытуға бағытталған тиімді шешімдерді әзірлеуге негіз жасайды. Кейбіреулер «Слово пацана» сериалын тамашалап жатса, мәскеулік студенттер Қазақстанның токамагында тәжірибеден өтеді. Токамаг плазманы магниттік шектейтін тороидты құрылғы, немесе магниттік катушкалар бар тороидальды камера. Ресей астанасының инженерлік физика институты республиканың ұлттық ядролық орталығымен келісім шартқа отырды. Әлемдегі ең үлкен сфералық токамаг КТМ Курчатов қаласында орналасқан. Телеграм арнасы қазақ-қытай танушысының жазбалары Қытай жастарының оқуға қалай ден қойғанын көрсететін фотосуреттермен бөлісті. Мектеп дәліздерінің бойында балалар үзіліс кезінде отырып, өздерінің білімдерін арттыруға арналған орындықтар бар. Шын мәнінде мұндай еңбекқорлық өте әсерлі, өйткені ол Қытайдың экономикалық кереметінің негізі болып табылады. Ал Абай ауданының әкімдігі былай деп жазады. Барадулиха ауданы Жаскент ауылы мектеп-лицейінің 8-ші сынып оқушысы Нұрәлі Амангелдиев сатылмайтын алпамыс компьютерлік ойынын жасап шығарды. Ол балалар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ойлауды дамытады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыт бойынша
үздік жоба үшін 1 миллион теңге ақшалай сыйлықпен марапатталды. Жобаның негізгі идеясы студенттерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық және күнделікті өмірде сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілік дағдыларын дамыту. Осы жағымды жаңалықтармен өткен аптадағы қарқынды жаңалықтар топтамасын аяқтаймын. Алдағы апта барлығымызға берекелі, табысты болсын.